Бұл Нарынбай деген кісінің кесенесі мен құлпытасы. Қоныстану ауылынан, Қызылқоға ауданы, Қоныстану ауылынан 10 километр жерде. Мына өзінің құлпытасы, кесенесі. Біреулер ойлайды, кесене мен құлпытастың арасы бөлек, алшақ тұрғасын. Кесене бөлек адамдікі деп. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, кесене мен құлпытастың арасы 5-6 метр жерде. Құлпытастарды осылай салатын, саманнан салынған кесенелердің, өткен шамасы кесене құлаған жағдайда құлпытас көміліп қалмасын деген ой болатын сияқты. Сосын жақын маңда ана жерде Сүгірбай деген кісінің кесенесі бар. Бұл руы ысық руының. Онда да құлпытас дәл осылай кесенеден алшақ қойылған. Алайда біреулер мынандай кесенесінің қасына басқа бір адамның құлпытасын қойып кеткен. Алдында мынандай құлпытасы бола тұра, Сүгірбайдың құлпытасы бола тұра. Енді бұл Нарынбай Шеркеш руының адамы. Құлпытастағы нелерге қарағанда, қарудың суреттеріне қарағанда, қылыш, найза, садақ, мылтық бір батыр болғанға ұқсайды. Ал мынау ойықтар көбіне құлпытастарда жиі кездеседі. Бұл кезінде бұда айна тұрған деп айтады. Көрген адамдар айтады, айна болған. Алыстан шамасы шағылысып көрініп тұру үшін қойған ба деп ойлаймыз өзімізше. Енді оқып көрсе, Шеркеш руы жауғашты Ақеділ баласы, Ақеділ басы Нарынбай, опат 71-де 1899. 9 мен 6 араб санында бір-біріне ұқсайды. Кейде 6-ны да осылай салып жібереді. 6-да болуы мүмкін, 66-да болуы мүмкін. 99 негізі 66 немесе 66. Қылдырды баласы, мына жер шамалы көрінбей тұр. Жиенбайға ұқсайды. Баласы Жиенбайға. Таңбасы, негізі Шеркештердің таңбасы былай. Мынаны түсінбей отыр, мынаны бір кейін салған болуы мүмкін, біреулер жырып. Шеркештердің мынандай таңба кездеспейді. Бұлай неге Шеркештің таңбасы.